Қысқасын айтқанда, бұл жетістік. Ол күні мен қазақи мемдерді зерттеп отырдым. Бір кезде Бержан деген досым маған соққан. Мен оған кейін соғам деп шештім. Себебі мен қолым қазір бос емес. Ол екінші рет соқты, үшінші рет соқты. Мен бұны шайқас деп қабылдап трубканы вообще алмауды шештім. Досым берілмеді, мен де берілмедім. Бұл жетістік. Сөйтіп досым звондауды тоқтатты. Мен оған бірдеңе болған шығар деп ойымдап соғуды шештім. Ол трубканы алмады. Сөйтсем ол менің қасымда тұрды. Мен онда не болды деп сұрадым. Ол маған екеуміздің сабаққа қатыспай жүргенімізге көп болғаны деп түсіндірген. Егер біз көп қатыспай жүре берсек, бізді әжесілер етіп қуып жібереді деді. Сондықтан да бірге жұмыс жасайық деп ұсынды. Мен оған бәрін өзім шешемін дедім. Шешемін деп әрі қарай Мұрат Әбділданың мықты цитаталарын оқи бердім. Негізі бүйтіп отырғаннан да пайда жоқ. Сондықтан да басқаша отырдым. Ал негізінде былай қарап отырсақ, мен шынымен де сабақ оқу керекпін. Сондықтан да кітап алып оқи бастадым. Бірақ оқу қиын болды. Мен постоянно әртүрлі заттарға алаңдай бердім. Но бірақ әйтеуір тырыстым. Бұл жетістік. Бірақ тырысқанмен дым пайда жоқ. Сондықтан да Бержанның ұсынысын қабылдадым. Енді біз бірге сабақты оқып бір-бірімізді бақылай аламыз. Бұл жетістік. Ең алдымен ол маған алаңдататын заттарды өшірсін деген. Столдағы ноутбукты, телефонды, светті, шайнекті, тоқты, крандағы суды, даладағы күнді. Бірақ ең алдымен мен оған өзімнің менмендігін өшірсін деп ұсындым. Бұл да жетістік. Біз дайындалып бастадық. Ғылым жайлы сөйлестік. Бәрі қызық болды, бірақ мені үнемі телефонда звоноктар алаңдата берді. Мен өзімнің танысымды қойып тастадым, танысымның досын қойып тастадым, танысымның досының қызын қойып тастадым, танысымның досының қызының әжесінің қойып тастадым, танысымның досының қызының әжесінің нағашы туысының алабайын қойып тастадым. Дональд Трампты да. Бұл менің жыныма тиді. Мен телефонымды сөндірдім. Бұл яри жетістік. Кейін бәрін оқып болдық. Бір кезде менің арқам ауырып басады. Арқамды қытырлатуды шештім. Қытырлаттым. Сонша қытырлаттым, что даже бұл қытырлатуымен саусақтың қытырлауы да оған жетпейді. Бұл жетістік. Кейін екеумізге шай құйдым. Шайды ішпегелі көп болды жалпы. Шай ішіп отыра әзіл айтып отырдық. Менің әзілім оған өтті. Оның әзілдері маған өтпеді. Бұл жетістік. Жетістік деп отқан әзілім өтті. Аты көп болды өтпегеніне. Кейін біз әрі қарай сабақ оқуды шештік. Бірақ сол сабақ оқымас бұрын сол сабақтың пән мұғалімінің атын біліп алуымыз керек. Мен Сарысаға сол мақсатпен соқтым. Ол мені танымады. Мен өз атымды айттым. Бірнеше минут бойы ол менің кім екенімді, неге соғып тұрғанымды және не керек екенін түсінбеді. Кейін ол мені және досымды таныды. Но сабаққа дайындалып керек емес деп айтқан. Себебі бізді итак бұрында қуып жіберді деген. Қысқасын айтқанда, бұл жетістік.